Сәлем достар, бүгін біз Ghost сайтына шолу жасайтын боламыз. Жалпы Ghost сайты бұл мемлекеттік мүліктерді бір сөзбен айтқанда саудаға шығарады. Енді мен қазір прием заявку все барлығын таңдаймын, сіздерге барлығын көрсеткім келеді. Енді төменгі жаққа түсетін болсаңыздар, бұл жерде машина, жер, үй, өздеріңізге керегін таңдап алсаңыздар болады. Мен барлығын басамын, айтып тұрғандай барлығын көрсеткім келеді сіздерге. Енді мына жерде убрать всені басамын, потому что Қазақстандағы барлық облысты таңдайтын болам. Себеп барлық облыстан көрсеткім келеді лоттарды. Енді мен міне Қазақстанның барлық облыс таңдады. Түркістан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе деген сияқты. Поискіні басамын. Төменгі жаққа лоттар шығады. Енді мен барлығын таңдағасын, бұл жерде состоящие бар, не состоящие бар, лоттардың барлығы шығатын болады. Көбіне не состоящие болады. Көбісі бұл сайтқа көп адамдар қатыспайды. Себебі білмедім енді. Көп адам білмей ма, әлде бұл жаққа кірмей ма даже. Сондықтан, ладно, маңызды емес. Міне, не состоящий деген өте көп. Бұна қарасаңыздар, 15914 лот бар. Не деген көп лотта, бұлай қарап отсаңыздар. Енді бұл сайтты не үшін көрсетіп отырмын сіздерге? Бұл сайт енді нарықтағы бағадан, колесодан қарасаңыздар, бұл сайт пен нарықтағы колесодағы баға жер мен көктей. Мына жерден, например, просто газельді ала салайық. Міне фотоларын қарап алсаңыздар болады. Енді ценаны қараңыздар. 307 мың теңгеге мынандай газель алу, енді білмеймін, айта алмаймын өз басым. Бұл жерде де госпошлина бар. Егер ұтқан жағдайда сол госпошлинаны үстіне қосып сатып алсаңыздар болады. Ал егер ұтпаған жағдайда бұл ақша қайтарылатын болады. Бұл сайтында плюс-минустары бар. Енді қараңыздар, не үшін бұл сайтты айтып отырмын? Сіздерге қызық болса, осы сайт арқылы қандай да машина, жер алғыларыңыз келсе, тіркеліп, жаңағы сайтқа қатыссаңыздар болады өз беттеріңізбен. Ал егер білмей атқан жайттарыңыз болса, төменгі жаққа комментарияға қалдырыңыздар, қандай видео түсірейін. Соны жаза кетіңіздер, мен алдағы уақытта түсіретін болам. Енді қараңыздар, мына жерде 591 мың теңгеге колесодан мынандай машина табу невозможно. Қазақстандық номермен. Түсініп отырсыздар ғой. Енді қараңыздар, егер мен берген видеолар сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде мені қолдап кетіңіздер. Бұның бәрі уақыт, еңбек деген сияқты. Егер алдағы уақытта осы сайт қызық болса, тоже астына жазып кетіңіздер. Мен түсіретін болам, бұл сайтқа қалай кіру керек, қалай қатысу керек, қалай документациясын дайындау керек деген сияқты. Сол үшін бір-бірімізді қолдап отырайық. Мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болсын. Өздеріңіз қатысып, өздеріңізге керекті машина, жер алсаңыздар болады, былай айтқанда. Достар, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырамыз, және мені қолдап кетіңіздер. Каналға жазылып кетіңіздер.